Сәлем достар, бүгін сіздермен Инстаграмға қалай өз WhatsApp-ыңыздың ссылкасын қоюға болады. Сол туралы бүгінгі видеода сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видео сіздерге пайдалы болары сөзсіз. Және де енді ең алдымен біз өзіміздің инста парақшамызға кіреміз. Және де инста парақшамызға кіргеннен кейін біздің парақшамыз бизнес парақша болу керек. Бизнес парақшаға аккаунтқа ауыстыру үшін менің видеомда көрсеңіздер болады. Менің парақшамда 1 минутта бизнес парақшаға өткізу деген видео бар. Соны көрсеңіздер болады. Және де осылай сіздерде редактировать профиль деген шығып тұрады. Егер сіздердікі бизнес аккаунт болмаса, өкінішке орай шықпайды. Енді келесі бізде ол ең алдымен біз редактировать профиль дейміз. Және де редактировать профиль дегеннен кейін бізге добавить ссылку деген тұрады. Дұрыс па? Енді добавьте внешнюю. Осылай жасаймыз. Ең алдымен бізге жазу керек бір сөз бар, құпия сөз. Оны дәл солай жазбасаңыз сізде шықпайды, өкінішке орай. Мен қалай жазып жатырым, дәл солай жазасыздар. Және де өз номерлеріңізді осылай уами дегеннен кейін, және де өзіңіздің номеріңізді жазғанда 8-ден бастамайсыз. 7-707. Мысалы, 8-707 деп айтамыз ғой, но біз бұл жерде 7-707 деп жазуымыз керек. Онда шықпайды. Осылай жазамыз. 765 деп жазып, және де жақын арада осындай название қою, яғни атыңызды қою шыққан. Жаңа обновление жасағаннан кейін Инстаграм осылай названиесінде қоюға да болады. Егер сіз названиесін қойғыңыз келсе, мысалы, байланысу деп жазып қоя салайық. Енді төбеде тұрғаннаны басамыз. Осыны басамыз. Менде қазір загрузка болып жатыр. Дәл осылай жасайсыздар. Және де бізде қазір шығу керек. Вот, бізде осылай шығу керек. Және де осының үстін бассақ, кез келген адам осының үстін басса, сіздің WhatsApp-ыңызға өте алады. Осылай шығады. Мынау менің WhatsApp-ым. Мына жерге кіреміз. И осылай шығып тұрады. Вот. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, видеоға лайк басуды, және де өз пікірлеріңізді қай жері түсініксіз болып қалды, немесе қай жері қайтадан айтқанымды, қайтадан түсіндіргенімді қалайсыздар, немесе қандай видеоларды тағы көргіңіз келеді, сол туралы жаза кетіңіздер. Және де видеома лайк басып, каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің азғантай ғана қолдауларыңыз мен үшін өте үлкен мотивация болып саналады. Келесі кездескенше.